Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Біз бүгін сіздер күтпеген нәрсеге бара жатырық. Иншалла, аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Сол себепті барынша қолдау білдіріп, влогты соңына дейін қараңыздар. Тойдың патологына келдік, ол не десеңіздер. Прям таза кәрістердің өздерінің тойына келіп тұрмыз. Енді қалай болатын, не болатын, қазір алдағы уақытта бөлісетін болам, айтатын болам. Мүмкін мұнда біздің кісілер, қонақтар, жалпы осы кісілермен бірге. Анашминка. J'ai pas ça. Домбырамды ала келдім. YouTube. Ассалаумағалейкум, мінекей бүгін кәсіптердің тойына келіп отырмыз. Шыны керек өте қуаныштымыз, бірінші рет келіп отырмыз. Енді өте бір қызық сәттер болады сияқты. Иншалла. Бізбен бірге болыңыздар. 브이로그 찍는 거예요? 압둘라 브이로그? 한국의 내식 문화에 대해서. Ал құрметті достар, бізбен бірге барша қызықты тамашалауға дайындалыңыздар. Алда уақытта керемет қызықты влогтар болады. Жалпы әр влогты әр түрлі қызықты нәрселермен сіздерді таңғалдыруға тырысам. Ал ішіне қарай кіріп көрейік, не бар екен? Үстінде ме екен, астында ма екен? Әйтеуір үстінде сияқты. Ма деп қоям. 오늘 이 자리에서 평생을 함께할 것을 다짐하며 사랑의 자약을 합니다. 서로의 꿈과 희망을 함께 나누고 응원하는 가장 좋은 친구가 되겠습니다. 하지만 지금처럼 따뜻한 마음으로 서로 안아주며 살겠습니다. 아름다운 첫 만남을 기억하며 오늘 이 행복이 당신 덕분이라는 것을 감사하며 저희 두 사람의 앞날을 축복하러 모여주신 여러분들 앞에서 영원한 사랑을 약속합니다. 2023년 4월 9일 신랑 홍우탑 신부 김은비. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 바쁘시지만 이렇게 시간을 내어 결혼식을 참석해 주신 내빈 여러분께 진심으로 감사드립니다. 환호 부탁드립니다. Үйлену тойлары тез болады екен. 지하 1층 피에스타. келгенімізден тойдың болғаны тез болып кетті, білмеймін неғып екен. Біз үйреніп қалғанбыз ғой, бет ашардан кейін келінді көріп үлгересің. Мына жақта өте ыңғайсыз екен.
Нұрекемен жүрмін. Біздің бизнес партнерлар, ағаларымыз, әпкелеріміз, мінекей мына кісілер. Құдай қаласа, осы кісілермен үлкен бір жобалар дайындап жатырмыз, иншалла. Сүйісіп отыр ар жақта. Бала шағам топырладыңдар енді. Кәсіптердің тойына алғаш рет келуім дегенмен мен үшін өте бір жаңалық болып тұр, қызық болып тұр. Біздің бизнес партнершаларымыз ғой. Өлең айтты. Одан көрінше ата-анасына құрмет білдірді. Бәрі видеода бар. Ой, біздің қазақтың тойы сияқты емес десеңізші. Қазақтың тойы сияқты. Бізде бет ашар жасайды. Менде бәрін записке түсірдім, соны осы видеоға осы жүктейіп, сәттен көресіздер. Айтып тұрмын ғой, сондай бұрында бір түрлі екен короче. Дым аңды. Бұрын ұзақ болды, қазір бәрі қысқап бастадым дейді. Неге? Коронавирустан кейін ба сондай. Мен ойлаймын да әртістер жалпы пунктуальнилығы соншалық екіде деді, екіде бастап кеткен ғой. Мен үлгермей қалдым. Сәл-пәл емес, біраз үлгермей қалдым ғой. По идее, яқа домбырамдап келгем ғой, ой бүгін әудейміз, ән айтамыз деп. Сонымен мен үлгермей қалдым. Мен іздепті, мен үлгермей қалдым ғой, короче. Сонымен енді ничего, бұйырмаған шығар бұл жолы. Оформлениялар күшті. Тойдың соңында осылайынан өздері суретке түседі. Әке шешесі, әйелі, күйеуі. 이제 양가 전체 가족 사진 촬영 찍겠습니다. 신랑 신부님의 양가 전체 가족분들, 친인척분들 지금 단상 앞으로 나오시기 바랍니다. 나오실 때 양측 사이드 통로 이용해서 앞으로 나오시고요. 소지품이나 외투는 자리에 두고 사진 촬영하시면 되겠습니다. 양가 전체 가족 사진 촬영입니다. Gelip barı batıran bası. Ben жүрмін домбырам сау қолым. Ал не болды? Қайтты қал. Қайтты. Қайтты Нұреке? Қайтты. Не болды? Кореяның тойы не екен? Қазақ тойды жетпейді екен. Кәсіптерінде технология, жұмыс, сонымен ғана мақтанады. Біз енді қазақ тек тоймен ғана мақтанамыз. Тойдың түр түрін жасаймыз ғой. Не айтасыз сізге? Керісінше істеу керек екен де бізге. Соны негізі керісінше істеу керек екен. Тойда шашыла бергенше кәдімгідей білім жинау керек екен. Білім жинау керек екен. Ойын соғып, ол өміріңді қызықтырғанмен өмірден қалып кетесің. Өте жөн айтады. Мен келсем сөзіме. Ойлаңызшы. Кәрістердің альбомында біз тұрамыз ғой, короче. Қыздың отбасымен. Дәл осы бизнес партнеріміздің қызы үйленіп жатқан, иншалла. Қыздарыңыз бақытты болсын, бар жақсылық тілеймін. Маған джентльмен болып киініп алыпсың, красавчик деп жатыр. Білем ғой, неғып айта береді осың. Үйленіп жатқан жастар бақытты болсын. Аллахтан жүректі либанды болсын. Мына кісі өзі орыстарды, қазақша жақсы біледі. Алла қаласа ислам дінін қабылдап, сондай Кореядан да мұсылмандар көбейе берсін. 나오세요 친구분들 앞으로 나오세요. 네 친구분들 안으로 나오세요. Достар дейді. Қайғымда келісіп, бір темекін шегескен достар деп шақырып отыр. 사진 촬영 마치신 가족분들께서는 지하 1층 연회장으로 내려가시기 바랍니다. Қалай жалпы сіздерге кәрістердің үйлену тойлары бұлай ұнап жатыр ма? Кештері. Көбісі айтады ғой, шетелдегідей болса екен тойым, кәрістердікіндей болса екен тойым деп. Маған дым өтіп жатқан жоқ. Бүйтіп үйленуге жылан жоқпын деп. Үйреніп қаламыз ғой достарымызды. Айқай қой, шақай қой. Тыныш өтетін той бірінші рет көрдім. Көрген кезде болады ғой бір. Ауызашарға келген адамдар сияқты ше. Бірақ керемет күшті өтіп жатыр деп ойлаймын, өздерінің деңгейінде. Өйткені мынандай бір оформлениемен
керемет осындай жерде өткізудің өзі үлкен абырой, үлкен бақыт. Әр үйдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді. Мына жаққа қарасаңыздар, фортепиано, ар жақта да тұр, декорациялары керемет. Жалпы өзіндік бір деңгейінде өзіме қатты ұнады. Қазақтың тіліне жетпейді олар. Қазақтың аты қазақ қой. Мамасы ар жақта сөйлеп кетіп жатыр ғой, достарына. Ей, гүлді лақтыру наяқтан шығыпты ғой негізінде. Гүл лақтырған жатыр, еще бір қыз қалған. Өзің қалаған бір подружкасын лақтыраса күшті де. Енді байға шығған сенбіз. Гүл лақтыруға қатты қызық болыңдар, үйленетін қыздар. Қыздар таластырып, бір-бірінің төбелесіне аласың, өстіп бір подружкасын шығарды, қолына бере сал. Сол дұрыс па негізі бір ой. Дұрыс па? Дұрыс болса комментарияға дұрыс деп жазып кетіңіздер. 혼자 살도 된다는 느낌으로 그렇죠. 눈 감고 그렇죠. 두 분 다 저 한번 보시고 여기 봐요. 다 끝났어요. 안녕. 안녕. 끝. 끝났습니다. 안녕. 그렇죠. 손 얼굴 옆으로 붙여. 하나, 둘. 마지막 하나, 둘. 마지막 하나, 둘. 마지막. 감사합니다. 고생하셨습니다. Ал астына қарай ресторанына келіп, ары бері тамақ андайымда жейді екен. Сонымен біз білмейміз, кіреміз бе, кірмейміз бе ойланып тұрып. Не істейміз, кіреміз бе? Бұл жақта былай екен. Тойды жоғары жақта жасайды екен. Сосын астына келіп тамақ ішеді екен. Бірақ енді бізде ораза айы болғандықтан бұл кісі тамақ іше береді, біз оғайдың ары бері жүре тұрамыз. Сосын кешке тамақ жолығып, сағат 7-де ауызды бірге ашамыз тағы да. Жақсы. Жалпы мінекей келген қонақтардың барлығы осы жаққа келіп тамақтанады екен. Әркім өзіне жалпы мынандай тамақ салып алады. Дәл осында неде тұрады екен тамақтар. Тамақ салып алып, осылайынан барып отыра береді жайғасып. Қандай керемет, тәттісі де бар, аштысы да бар. Жалпы тамақтары бір қарағанда өте керемет көрініп тұр. Енді жей салайын десем алып оразам бұзуға болмайды. Қабат деген ай. Әттең көңілің келтесі ай деп тұрған жайым осы енді.